Байғани насып алтай мен, артымда қалып қарадыр. Ақбота сәңкі бай менен, ауылға кетіп барамын. Еседі жұпар исаңқы, жем өзенім ай самалы. Көңілде әсем күй шалқы, соғайын саған саралжы. Тоғалай құмтаудан биік көрінген, айналайын туып өскен жерімнен. Арнаймын мен сағыныштың киянін, бұл менің миялым. Арнаймын мен сағыныштың киянін, бұл менің миялым. Ауылға жеттім асығып, алқынып қырат беліңмен. Ақбейіл халқым армысың, арылмас қонақ түріңнен. Жақсымен жайсаң жиылған, жүзінен шуақ көрінген. Дәулетің асың мәңгілік, кетпесін нұры селімнен. Армысың ауылымның асылдары, жайнасын көңілімнің жасыл бағы. Сендер үшін ән мен би, өлең мен күй, сендер үшін мереке шашулары. Ел үшін атқа қонған азаматтар, намыс тода жарыс бұл ғажап аттар. Әр ауылдың намысын қорғап келген, ассалаумағалейкум жамағаттар. Нар жолында жүк қалмас сапарында, қанықпыз палуандардың атағына. Әр адамның туған жері Мысыр шаһар дейді. Қош келдіңіздер Миялы шаһарына. Армысыздар қаймағы бұзылмаған қаймана қазақ елі. Тұяғымен саз елеген, жүгенін жылқа тартатын, бапкері баптаған спорт жүйріктері мен жанашыр жанкерлер. Бүгін 29 маусымда ауыл жастарының жазғы Байғанин аудандық 25-ші спартакиадасы Миялы ауылында өз жұмысын бастағалы отыр. Байғанин аудандық спартакиадасы жыл сайын әр ауылда өткізу, сол арқылы ауыл спортын және спорт алаңын жандандыру, көркейту мақсатында өткізіледі. Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытында Қазақстан халқының 30% спортпен шұғылдануы тиіс делінген. Елбасының Қазақстан халқына жолдауында. Сондай-ақ білім, денсаулық, спорт саласы бойынша атқарылатын шаруаларды атап өтті. Әсіресе спортты дамытуға ерекше назар аудару керектігін айтқан. Бүгін өткелі отырған спартакиада елбасының тапсырмалары орындалып жатқанының айқын көрінісі. Спорт денсаулық кепілі екені анық. Спартакиадада байрағын желбіреткен жарыс саңлақтары бүгінгі доданы жақсы өткізетініне сеніміміз мол. Бүгін бізде өтіп жатқан 25-ші Байғанин аудандық жазғы спартакиадасы. Байғанин өңірінің спорт саласында ат төбеліндей болса да орны бар екені айқын. Олай болатын болса, әр ауылдың аманатын арқалап, намысын көтергелі келіп тұрған командаларды ортаға шақырамыз. Құрметті спортшылар, құрметті жанкүйер қауым және ауыл тұрғындары, бүгін осы ауылда Миялы селолық округында дүбірлі той, осы елде той болады деп ат сабылтып, ауданның барлық түкпірінен қонақтар келіп отыр, спортшылар келіп отыр. Әрбір елді мекен, әрбір селолық округі өзінің сенім білдірген азаматтарын сіздерге жіберіп, бүгін құлағын түріп, жетістік күтіп отыр. Жаңа айтқандай, елбасымыздың өзі болашақта дені сау ұрпақ тәрбиелеу үшін тұрғындардың кем дегенде 30% дене шынықтырумен айналысу керек деген болатын. Бірақ бізде бұл пайыз әлі де төмен, онда 3 қана болып тұр. Сол себепті болашақта спортты әлі де дамытуымыз керек. Болашақ жастардың қолында. Сол себепті осындай шараны ұйымдастырып отырған өз дәрежесінде Миялы ауылдық округының әкімшілігіне, осы елді мекендегі барлық мекемелердің қызметкерлеріне, ауыл тұрғындарына жоғары дәрежеде ұйымшылдықпен, бірлікпен осы шараны ұйымдастырғандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Сонымен дүбірлі той басталды. Байғанин аудандық 25-ші ауыл жастарының спартакиадасы ашық деп жариялаймын. Келесі сөз кезегі Миялы селолық округінің әкімі Әлжан Құрманғали ағайға сөз береміз. Құрметті Миялы халқы, және мынау
ауыл жастардың 25-ші спартакиадасына келіп отқан жастар. Мінекей бүгін біздің мына Миялыда көптен күткен, бір жыл бойы күткен мінекей мереке бүгінге басталғалы отыр. Осыған мінекей бүгін Миялы халқы, Миялының округінің барлық мекемелері, жастары барлығы көптен күтті. Жақсы мінекей бүгін қарсы алып жатыр. Ал енді мына ауылға келген мына қонақтар, аудан әкімдігінің мына шара, мінекей қалған мінекей бүкіл 9 округтен мінекей барлық әкімдер осы сіздердің мына мерекелеріңізді көрейік деп келіп отыр. Мына келгенде және осымен қоса мінекей барлық осы 9 округтен мына жас жеткіншектер, жастарымыз өзіміздің ауылымыздың келіп отыр. Мына барлығында мына Миялы селолық округының атынан қош келдіңдер дегім келеді бірінші. Әрине жаңада айтылып жатыр, мына еліміз, президентімізден бастап осы жастардың елімізді көркейтеді деп есептеп көп көңіл бөліп жатыр. Мінекей осында мына салынған мінекей мына алаң, осы алаңды мінекей мына ауданның әкімдігі 2 миллион теңгедей ақша бөліп біздерге жасап беріп отыр. Біз осыны алдағы уақытта игілігімізге пайдалануымыз керек. Ал енді мына жарыс болғасын, әрине жеңілісте болады. Сол жеңгендерің тасымай, жеңілгендерің жасымай, мына осы спорт жарыстарын жақсы өткізуге тілектестік білдіремін. Барлығына да табыс тілеймін, жеңіс тілеймін және бақыт тілеймін балдарыма. Еліміздің мемлекеттік рәміздерінің мән мағынасы, патриоттық тәрбиесі тым терең. Әнұранымыз шырқалғанда тамырыңда қаның тулайды. Ал төрде елтаңбамызды көтергенде бойыңды керемет рух билейді. Алатаудың асқарын, жазиралы даланың сымбатын, асқақ қазақ рухын таңбалайтын рәміздеріміз қашанда ұрпақ тәрбиесі жолында үлгі өнеге бола білмек. Облыстық ардагерлер арасындағы жеңімпаз Шырын Байғабылды. Және Қазақстан Республикасының қазақ барысы чемпионатында облыстық жүлдегер Ағлепесов Алмат Болатұлы. Спортшы бар. Жетістіктері Шленов Әділет дзюдо күресінен спорт шебері, Әбдіғалиева Жұлдыз самбо күресінен спорт шебері. Қошеметтеріңіз Жарқамыс селолық округі. Бір сезіміне барадау, жүрегім дүрсіл қағадау. Туған өзім дегенде, жүрегім әркез ереңдеп. Бір сезіміне барадау, жүрегім дүрсіл қағадау. Келесі екінші Қарауылкелді командасы. Команда жетекшісі Ізмағамбетов Қайрат. Команда құрамында 50 спортшы бар. Жетістіктері қол күресінен Ізлеуов Аймұрат, Ташқараев Қайрат, облыс жүлдегерлері. Гір спортынан Бекберді Нұрлыбек, Таутенов Нұрым, Отағарин Серік, Базаров Асылжан, облыс жүлдегерлері. Волейболдан ерлер командасы Абдуллин Райымбек, Бермағамбетов Ермек, Төлегенов Жанпейіс, Үбән Қолғанат, Қуанышқали Еркебұлан, облыс жүлдегерлері. Волейболдан қыздар командасы Көлбаева Жансая, Жұбатқанова Қолғанат, Ауданбаева Айжан, Берікбаев Гүлжанат, облыс жүлдегерлері. Бердіғалиев Баубек самбо күресінен Азия чемпионы. Қошеметтеріңіз қанекей. Қасиетіңді қашанда балам бірге туған жер. Ол өмірде шіркін-ай. Үшінші Ащы селолық округі. Команда жетекшісі Жұбан Ғабит. Команда құрамында 25 спортшы бар. Жетістік
жетістіктері гір спортынан облыс жеңімпазы Сәсен Айбар, Кенжетай Аблайхан. Қошеметтеріңіз Ащы селолық округі. Құшағында әкем мен анам жүрген туған жер. Туған жер өзіңдегі жүрегім әркез елеңдеп бір сезім Келесі Қызылбұлақ селолық округі. Команда жетекшісі Мырзанов Нұрбек. Команда құрамында 20 спортшы бар. Жетістіктері Нұрмұханов Райымбек, Құралбаев Серік, гір спортынан облыс чемпиондары. Қыпшақов Қалыбек, Шайнулла Рамазан, гір спортынан аудан жүлдегері. Хаметова Гүлнафис, Қуанов Дәулет, жеңіл атлетикадан аудан жүлдегерлері. Қошеметтеп қояйық. 5-ші Сартоғай селолық округі. Команда жетекшісі Жаңабаев Ран. Команда құрамында 38 спортшы бар. Жетістіктері Жалмұрат Жолмағанбет, Кемалев Айдос, Шаршыбаев Асылхан, қазақша күрестен облыс жүлдегерлері. Ізбасарова Жанерке, Смадярова Назерке, Орынбасар Мирамгүл, волейболдан аудан жүлдегерлері. Қошеметтеріңіз Сартоғай селолық округі. Келесі Көлтабан селолық округі. Команда жетекшісі Қуан Нұрбек. Команда құрамында 35 спортшы бар. Жетістіктері Үркімбаев Мейірбек, қазақша күресінен, самбо күресінен спорт шебері. Бірнеше дүркін Қазақстан чемпионы. Қонысбаев Елубай, қазақша күрестен облыс чемпионы. Қобылан Қанат, Көшкінбаев Назерке, теннистен облыс жүлдегерлері. Жексенбаев Темірғали, қол күресінен облыс жеңімпазы. Сіздердің қошеметтеріңіз Көлтабан селолық округына болсын. 7-ші Қопас селолық округі. Команда жетекшісі Кетебаев Сағындық. Команда құрамында 25 спортшы бар. Жетістіктері Нәбиева Гүлзая, жеңіл атлетикадан облыс жүлдегері. Есболаева Ақсүйрек, волейболдан облыс жүлдегері. Қошеметтеріңіз Қопас селолық округі. Сегізінші команда Байғанин техникалық колледжі. Команда жетекшісі Қоқанбаев Амандық. Команда құрамында 25 спортшы бар. Жетістіктері Азов Нұржан, Отаров Төлеген, волейболдан облыс жүлдегерлері. Қылауов Ғаламат, Нұржанұлы Мейіржан, Байғабылов Нұрлан, қазақша күрестен облыс жүлдегері. Қошеметтеріңіз Байғанин техникалық колледжі. Жаңа жол селолық округі. Команда жетекшісі Қоңқаев Қуанышбек. Команда құрамында 25 спортшы бар. Жетістіктері аудандық ауыл жастарының спартакиадасында қол күресінен жеңімпаз Оғылбаев Амангелді. Және 2010 жылғы аудандық жарыстан жеңіл атлетикадан жеңімпаз Оразбаев Қобылан. Қошеметтеріңіз Жаңа жол селолық округі. 10-шы Миялы селолық округі. Команда жетекшісі Мәнібай Висатай. Команда құрамында 28 спортшы бар. Жетістіктері Ағлепесов Алмат, қазақ барысының 2013 жылғы 90 кг салмақтағы облыс жүлдегері. Айтуған Аблайхан, аудандық қазақша күрестен жүлдегер. Жакенова Нұргүл, аудандық жеңіл атлетиканың жүлдегері. Қошеметтеріңіз Миялы селолық округі. Келесі кезекте рапорт беріледі. Рапорт беруші Ағлепесов Алмат. Асықма, Бекетай, жамбасташ, жамбас.
Қызмет бабалаңыз. Қайталады шығат енді шығат давай. Тағы да ұста беден ұста. Шығат енді өзің істе. Кір өзің. Бекета кір. Тоқтатыңыз. Қызмет бабалаңа ескерту беріп кіріп сөзбеген үшін. Bugün Bars болады, қару керек. Қазақстан маршы болады. Ой, танымаңдар, балалар. Бар, Бекетай, бар. Бірінші дәрежелі төреші. Баландар 5 минут белдеседі. Соңғы кездесу қазақ күресіндегі осы. Құрметті келіп отқан спортшылар, қонақтар, ағайлар, осы алып атқан ауылдың атынан тігіліп атқан осы марқа сыйлығын осы Байғайын өңірінің Байғайынның қазақ күресінің командасына берем. Себебі ауылдың атынан қарау келді. Рахмет көпшілік. Осындай спорттық шараның ұйымдастырылуына зор үлес қосқан ауыл азаматтары мен азаматшаларына Миялы селолық округінің атынан сый-сияпаттар жасалады. Сый-сияпат табыстаушы ауыл әкімі Әлжан Құрманғали. Құрметті мына Миялы тұрғындары, қалайық, осында тұрған мінекей жастар, мына ауданнан келген қонақтар, әрине мынау аудан көлеміндегі осындай спартакиада бір адамның немесе 5 адамның 10 адамның емес, бүкіл халықтың, бүкіл жастардың, бүкіл аудан көлемінің қатысуымен ғана жүзеге асады. Енді осыған байланысты мына кешеде сол адам көп болғандықтан жартысын ашылу салтанатында беріп жібердік. Енді қалғанын тағы да жалғастырайық деп тұрмыз. Мінекей мына
құрметті Амансұлу Мұңалқызы ауыл жастарының аудандық 25-ші жазғы спартакиадасын өткізуге атсалысып, Миял селосынан спорт алаңын салуға қосқан үлесі зор. Сізге үлкен рахметті айта отырып, деніңізге саулық, отбасыңызға бақыт тілеймін. Және осыған қоса, осы семьясымен атсалысты Барақат деген азаматымыз бар. Осында көріп отырсыңдар, мына барлық ойы көрнекті, осында іштегі апырмылең бәрін жасаған сол Барақат. Сондықтан осылардың осы Барақатқа да осы Миял село округінің атынан алғыс айта отырып, мына Амансұлу Мұңалқызына мына несін табыстаймыз. Бар ма? Амансұлу Мұңалқызы, елдес Барақат, сіздерге көп рахмет, қошеметтеріңіз. Енді көріп отырсыңдар бәрінде мына осындағы мінекей мына ауладан бастап тор барлық осында құрал жабдық тек қана мына аудандағы мәдениет бөлімінің несімен келіп отыр, күшімен келіп отыр. Сондықтан мен мына ауданның мәдениет бөлімінің бастығы Гүлжан Оңдасын қызында осындай тақырыпта құттықтаймын. Осы жарыстың барлығын ұйымдастырып, басы көзіне тонау басталады дегеннен бастап жүрген осында мына Сағынбай Бағдәулетұлы деген азаматтар соңында бір алғыс хатпен құттықтағым келеді. Енді мына құрметті осында қалайық мына жастар, біздің мына ауданымыздың өкілі осында мінекей Сара Спанова деген Қуаныш қызы бар мінекей. Осы бізге спартакиадаға қатысып, арнау ашылу салтанатына, енді бүгін мінекей жабылу салтанатына қатысып отыр осы кісіге. Және мына аудандық мына Нұр Отан партиясының өкілі Жандыр Шымбаева бар. Сосын мына Жемсағыз газетінің тілшісі Ақбота деген азаматшамыз бар. Сосын мына видеоға түсіріп жүрген Дәурен Әділханов деген азаматшамыз бар. Сосын мінекей осында тонау алыстан келіп отқан мына бүкіл 9 әкімнің әкімдері отыр мінекей. Және солардың міне сіздерді басқарып осы мамандары келіп отыр. Осылардың барлығына және сосын мына осы спортты жарысты өткізіп жатқан мына судьялар бар мінекей осында 11-12 адам азаматтар. Сосын мінекей осында 9 округтен келіп жатқан міне жастарымыз бар. Бәріңізді келіп осы біздердің спартакиадамызды өткізуге атсалысқандарға көп рахмет.
Енді мына ауылдың адамдарының да бір тағы да мақтанарлық жағдайларын атап кетуіміз керек. Мінекей осында мінекей көптеген 300-ге тарта балдар келіп отыр, тағы да қонақтар келіп отыр. Осылардың барлығында мына үйлеріне жайлаған мына осындағы Миялы селосындағы үйлердің барлығына алғыс айтамын. Сосын бір тағы да мынау осында мына Тереңқұдық шаруа қожалығы деген бар, Жандарбек деген мына біздің түйе палуанымызға жаңа бір қой атап отырып, міне осыны және мына Ардабек шаруа қожалығы Иванов Қалыбек деген азамат гир көтерушілерге 10.000 теңгелік жүлде, сосын мына қол күреске 5.000 теңге Әжіғылып қанбар сыйлық беріп отыр. Осы демеушілердің барлығына, осы сіздердің аттарыңыздан, барлығымыздың аттарынан рахмет айтқым келеді. Және осындағы мінекей осылардың көріп жүрсіңдер, осы тыржалаңас жүрген бір салымыз бар, жанкүйер. Осы Бақыт Қоңқаев деген оған да алғыс айтқымыз келеді мінекей. Gülüşün tuğali Құрметті жанкүйер қауым, спортшылар, ауыл қонақтары, ауыл тұрғындары, бүгін дүбірлі той өз мәресіне жетті. Жеңімпаздар анықталды. Жеңгенде, жеңілгенде бұл спортта болатын нәрсе. Келесі 26-шы ауыл жастарының жазғы спартакиадасы Жаңа жол селолық округында өткізіледі. Сіздерден эстафетаны осы Жаңа жол селолық округының әкімі Қоңқаев Қуанышбекке беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті Байгейін ауданы мынау спорт сүйер жастары, құрметті мынау бүгінгі Байгейін аудандық 25-ші жазғы спартакиадаға, мына спартакиаданың жабылу салтанатына қатысушы мынау азаматтар, барлығыңызды осы 25-ші мынау аудандық спартакиаданың сәтті өтуімен сіздерді барлығыңызға да осы сәтті өтуімен құттықтағым келіп отыр. Осы бұйыртса жарын осы 26-шы жазғы спартакиаданың оймауытта бізде осындай жоғары дәрежеде қабылдаймыз деп сіздерге уәде береміз. Және де осы спартакиадаға сіздерді барлығыңызды шақырамыз. Рахмет. Келесі Ағылепесов командаларды жабылу салтанатынан алып кетуге рұқсат. Мінекей құрметті ағайындар, ауыл жастарының Байғанин аудандық 25-ші спартакиадасы өз мәресіне жетті. Спартакиада байрағын желбіреткен жарыс саңлақтарына әрқашанда сәттілік тілейміз.